Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында жасалатын өте әдемі және жұмсақ болып келетін нанның жасалу жолымен бөлісемін. Ыдысқа 250 мл жылы айран, 50 мл су, үлкен жарты қасық тұз, 2 үлкен қасық қант, 50 грамм сары май, жарты үлкен қасық дрожжи қосып, жақсылап араластырамыз. Енді осы сұйық массаға шетінен ұнды електен өткізіп, қосып, қасықпен араластырамыз. Қасықпен араластырып, шетінен ұн қосып отырамыз. Кішкене қамыр қоюланғаннан кейін қолымызбен қамырды елейміз. Жұмсақ қамыр болып шығады. Осы қамырды 2 сағатқа жылы жерге көтерілу үшін қойып қоямыз. Міне қамыр көтерілді. Енді осы қамырды 2-ге бөлеміз. Екіге бөліп, бір бөлігін шетке алып қоямыз. Бір бөлігін илеп, 3-ке бөлеміз. Енді видеода көрсетілгенде осы 3 бөлігін созамыз. Бірдей болу керек, 3 бөлігі де. Ұзындығы бірдей болу керек. Енді осы 3 бөлігін қосып, үстіңгі жағын жабыстырамыз жақсылап. Енді өреміз. Тура видеода көрсетілгендей, кәдімгідей 3 бөлігін өреміз. Өргеннен кейін астыңғы жағын жабыстырып, домалақ қылдырып, видеода көрсетілгендей нан жасаймыз. Міне осындай болып шығады. Май жағылған формаға нандарды қойып, нанның бетін жұмыртқаның сарысымен жағамыз. Жұмыртқан сарысын жағып болғаннан кейін үстіне кунжут себеміз. Кунжут міндетті түрде себілу керек емес, өз қалауыңыз бойынша. Мен әдемілік үшін септім. Енді 170 градуста 25 минут пісіреміз. Өз духовкаларыңызға қараңыздар. Әр духовка әртүрлі. Нан пісті. Осындай өте әдемі және жұмсақ болып шықты. Бәрілеріңізге ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.